Қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен осындай өте әдемі, өте дәмді бента тортын жасаймыз. Бізге керекті заттар: 2 жұмыртқа, шекер және шым-шым тұз, какао, сары май және ұн керек болады. Миксерлегенге ыңғайлы осындай ыдыс алып, 2 жұмыртқаны жарып саламыз, шым-шым тұз саламыз және шекерімізді саламыз. Жақсылап аппақ болып көпіргенше миксерлеп аламыз. Мына видеодағыдай етіп. Сары майды саламыз. Енді құрғақ қоспаларымызды араластырамыз. Разрыхительді, какаоны және ұнды қосамыз. Құрғақ қоспаларымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Барлығын жақсылап араластырып, осындай пештің табасына пергамент қағазын төсеп, теп-тегіс етіп жайып аламыз. 180 градуста 10 минут аралығында пісіріп аламыз. Осындай решеткаға қойып, суытып аламыз. Мен осындай пиалаймен өлшедім. Бұл пиалайдың размері 10 см. Міне осындай бента тортқа арналған 6 корж шықты. Менің табам әсел пештің табасы, кішкентай таба. 3 корждан салып 2 торт жасаймын. Торттың кремін дайындайтын боламыз. Творожный сырға қант ұнтағын қосамыз. Миксерлейміз. Сливки құямыз. Жақсылап миксерлеп аламыз. Міне бізде осындай қою масса шығу керек. Ал енді тортты жинаймыз. Тортты жинап болғаннан кейін осылай тортты әсемдейтін боламыз. Подписка жасап, лайк басып, мені қуантып қойыңыздар достар.